Бәріңе сәлем достар, бүгін мен сіздерге 2003 жылы шыққан «Плохой Санта» фильмінің қысқаша нұсқасын айтатын боламын. Санта костюмын киген бейшара жігіт өзінің өмірінде болған жамандықты еске алып отырады. Бірақ мұның бәрі оның енді жылына 30 күн тізе бүктіріп кішкентай балалардың сөздерін естігенге қарағанда түк емес. Оның әріптесі Элли фотографтың рөлін атқаратын карлик. Маскүнем соңғы баланы жіберіп сол кезде креслодан тұрмай бұтына сиіп қояды. Сауда орталығынан соңғы келушілер мен жұмысшылар шықты. Кенет күтпеген жерден тірі қарлы жігіт сигнализацияны өшіруге бет алды. Осыдан кейін ол Сантаға есікті ашты. Оның өкімі 8 банкі сыра болды. Вилли сейфті бұзып жатқанда Маркус әшекей бұйымдарының каталогын қарауда. Олардың ұрлаған ақшалары $111,000 құрады. Ал тонаушылар өз істерін жуып шаю үшін барға аттанды. Кішкентай жігіт алқаштың көп ішетінін жеткізді. Бірақ ол бәрін қойып Майамиде жаңа өмірді бастауды жоспар етті. Маркус жолдасының ұмтылысына өте күмәнмен қарады. Алайда біраз уақыт өткен соң Вилли Майамиде тап болды. Бірақ ішуге деген сүйіспеншілігі оны бардағы жұмысынан айырады. Ол ең қымбат көлікті тұрақта тауып алып, оны айдап әкетеді. Сосын қожайынының сарайына да кіріп кетеді. Вилли тамақты жеп туалетте отырады. Кейіннен ақшаға толы сейфті оңайлықпен тауып алды. Вилли ұрлаған ақшасының бәрін стрип-клубқа тықты. Кейін Маркустан жаңа жұмыс туралы хабар алған соң, ол бірден оның шақыруына жүгірді. Біздің кейіпкерімізді адами қасиеті азайып барады. Жұп сауда орталығының менеджермен танысады. Ал ақымақ Вилли қарым-қатынаспен қарын тойдыр сөздерін шатастырып, оны ең дөрекі сөздермен кемсітті. Менеджер болған оқиға туралы күзет бастығы Джимді бірден хабардар етті. Балалар Сантаны көруге құштар, бірақ ол сол сәтте ішіп есін жоғалтып ұйықтап жатты. Сезімге келтірілген Виллидің бетіне шоколад балмұздағын жеген толық бала түкіріп жіберді. Бұл уақытта сауда орталығына қарай бұйрабас толық бала жол жүреді. Ол медитация таныған және гопниктарға мүлдем жауап бермейтін сияқты. Виллиге жеткенде ол миссис Сантаның аурулары туралы және тағы басқа болмайтын сұрақтар қоя бастады. Бала оны тез шаршатты да, Вилли Элифтен оны алып тастауды сұрайды. Жұмыстан кейін жігіт әрине ішуге аттанды. Онда бармен қыз Сантаға үлкен қызығушылық танытады. Ол оның үстіне секіріп шабуға қарсы емес болды. Кейін Санта оны тұрақта шапанын шешпей-ақ жұмысын істеді. У меня всегда была слабость к Санта-Клаусам. Если ты не заметил. Таң қалғанына қарай жігіт оған ұнады да, ол одан костюмді лақтырмауды өтінді. Осыншама қуанышты таныстықтан кейін Виллиді барда бақылаған жігіт пайда болды. Ол да ләззат алғысы келді, тек артқы жағынан. Сантаға сауда орталығындағы бұйрабас бала көмектесті. Жігіт алғыс ретінде сары балапанды үйіне апарады. Бірақ жолда борсық оған болмайтын сұрақтар қойып, тағы да ашуландырды. Борсықтың айтуынша оның әкесі бірнеше жылға тауға кеткен. Ал анасы қасиетті сөйлейтін жаңғақтың үйінде тұрады. Жас баланы тек әже есімді әжесі тәрбиелейді. Вилли жақсы ниеттермен бетперде киіп дубинкасын алды. Бірақ сейфке дейін оның баласының өзі жол көрсетті. Себебі Сантаның шанасын қандай да бір ақшаға жөндеуі керек қой. Кейін Вилли әкесінің машинасын айдап кетеді. Пока, Санта! Сантаның жұмыс күні әлдебір әйелді қыздырудан басталды. Менеджер оларды жұмыстан шығаруымен қорқытты. Бірақ олар жігітке, келесі жаңа жылды көргің келсе бір жеріңді қыс деді. Оқиға осылай шешілді. Алайда Боб тағы да күзет бастығына шағымдануға бел буып, одан Сантадан құтылудың жолын сұрады. Виллиге өмір ештеңе үйреткен жоқ. Ол жас қызға қалай автомат ойнау керектігін көрсетті. Кешке ол отельге қайтып келе алмады. Біреулер оның нөмірін ақтарып жатты. Баратын басқа жер болмағандықтан, ол жаңа досының үйіне көшіп келді. Өкінішке қарай сыйлықсыз. Бірақ ол миссис Сантаның көзіне әпкесімен қалай шөп салғанын әңгімелеп берді. Тұрақты сәнді баспана бұл жақсы, бірақ енді баланың сұрақтары мен мәселесін тыңдауға тура келеді. Таңертең жас бала кәмпиттері бар күнтізбесімен мақтанды. Ол күн сайын бір кәмпитін жеп, жаңа жыл туралы бір нәрселерді біледі. Кезекті жұмыс күні Маркус әріптесін баламен бірге жүргендігі үшін айыптайды. Жалпы Виллидің қандай ақымақ екенін еске салады. Жанынан өтіп бара жатқан әйел өзінің баласын Сантамен қуантпақ болды. Бірақ сол сәтте оны бүкіл залға естілетін дөрекі сөздер күтті. Элифтің жауынгерлік құрбысы оны тонау кезінде не істеу керектігі туралы блокнотқа белгілер қояды.
Әлдебір бала бейне ойынды ұрлауға тырысып, бірден қылмыспен ұсталды. Сол үшін Джин баладан оның MP3 плеерін тартып алады. Содан кейін ол Вилли көлігінің нөмірін білу үшін біреуге қоңырау шалады. Үйде борсық дойбыны да дұрыс ойнай алмайды, тағы да қонағын ашуға дейін жеткізеді. Вилли бармен қызды өз бөлмесіне шақырады. Әйелдің айтуынша ол Сантадан басқа балаларды да жақсы көреді. Бәлкім Вилли де сондай себептермен осындай жұмысқа орналасқан. Бармен қызды шығарып салып, мас Вилли күнтізбені жыртып, барлық кәмпиттерді бірден жеп, артынан арағын ішеді. Таңертең бала бүкіл үйге айқайлап жіберді. Ол бір нәрсені кесіп жатқанда кезесі қолын тіліп алды. Маскүнемнің түндегі ісінен кейін Виллиге тіпті ұят болды. Жаңа жыл жақындап келеді және тонаушылар қажетті жабдықтарды сауда орталығына кіргізеді. Маркус желдеткіш арқылы жабдық маркасы мен үлгісін білу үшін бейнебақылау пунктіне жетеді. Сол уақытта Джин машинаның нөмірі бойынша ақпарат алады. Ол есепшіге баланың әкесіне тиесілі болды. Еркек шығындар үшін 3-тен 7 жылға дейін бас бостандығынан айырылған. Ол үйінде біреудің тұрып жүргенін де білмейді. Кешкісін Вилли колбасаны қуырады, ал борсық оның күнтізбесін көрген жоқ па деп сұрайды. Анықталғандай жігіт оны қолынан келгенше жабыстырып қойыпты. Расына келсек, ол іштеріне мерзімі өткен кәмпиттерді салып қойған. Неге екені белгісіз. Джин менеджерге Виллидің таза екеніне сендіреді де, оны жұмыстан шығарудың қажеті жоқ дейді. Балаға тағы да шпанда тиісіп, оның ішкі киімін кеудесіне дейін созады. Ол Сантаға келіп қызыл пілдің орнына оған скейтборд тебетін жігіттерді ұрып соғатын горилланы сыйлауды сұрайды. Вилли өмірдің қаншалықты қатал екенін, өзіне үміт арту керектігін айтып баланы қайтарып жібереді. Кезекті баланың орнына оған күзет бастығы келеді. Ол тонаушылардың 7 жыл ішінде 7 дүкен тонап кеткенін және ешқашан қолға түспегенін біледі. Джин оларға бақылапта көмектескісі келмейді. Ол үн қатқаны үшін ғана дүкендегі тоналған қаражаттың жартысын беруді талап етеді. Кезекті жұмыс күніне Санта енді жүріп емес, жорғалап келді. Аналарымен бірге бір топ бала оның картон есектерді жыртып, бұтына жіберіп қойғанын көрді. Енді оның артынан Джиннің да жинауына тура келеді. Кейінірек гаражда Вилли басқа әлемге кетуге тырысады. Ол балаға Маркуспен бірге қылмысы жазылған конвертті береді де, полицияға беруді сұрайды. Бірақ оның көзінің астындағы фингалды байқаған кезде, өз жоспарларын өзгертіп, баланы ренжіткен басты шпананың сазайын береді. Содан кейін ол балаға боксты үйретеді және оған қарсылас ретінде Маркусты қояды. Бірақ бала әлдебір белгісіз бір техникаға мойын сұнып, ол Элифтің бубендосынан тура тепті. Маркустың өзі ашуланып, баланың да, Виллидің де жұмыртқаларына соққы берді. Үйде ер адам сүймен көңіл көтереді. Сөйтіп ол ішкі киімін шешпекші болғанда борсық бөлмеге кіріп, оның өзінің қаны жағылған ағаш қиярды сыйға тартты. Сол сәтте қылмыскердің ішінде бірдеңе пайда болды. Таңертең борсық Виллиге өзінің үштік табелін көрсетеді. Оның аты Терман Герман екені анықталды. Ол Сантаның оған сыйлық әкелуін қалайды. Жігіт өзін Санта емес деп ашуланды. Бірақ бала Санта жоқ екенін біледі. Ол Вилли оған сыйлық береді деп үміттенді. Өйткені олар достар. Түнде Маркус өзінің қызымен бірге жолдың ортасында Джинді күтіп, оған фургон өшіп қалғанын айтып көмек сұрайды. Кейін азиат қыз оны көлікпен итеріп мұжып тастады. Ал кішкентай адам қара нәсілдені тоқпен ұрып аяқтады. Бармен қыз ерлерді жаңа жылмен құттықтауға келеді. Олар бәрін бірге әшекелейді. Тіпті Вилли басқа көршілермен бірге көшені безендіруге қатысты. Күнтізбеде Терман аспирин таблеткасын табады. X сағатта келді. Күзетші соңғы қызметкерлер мен келушілерді шығарып салады. Осы уақытта Элиф камераларды өшіреді және соңғы сәтте сигнализацияны қосу таймерін тоқтатып үлгереді. Сейфті көрген Вилли отырып ойланып қалады. Ол бұл модельдің сейфтерін ешқашан бұзбаған. Бірақ Вилли сын қатерді қабылдауға дайын екенін айтты. Элиф тізімі бойынша дүкенді аралайды. Сүй мен борсық кешкі ас дайындауда. Ал Санта бірінен соң бірін бұзудың бір тәсілін таңдайды. Қиналған Вилли ақыры күрделі мәселені шеше алды. Маркус ақшаны қапқа салып жатқанда, Вилли Терманның қызғылт пілін алуға залға барды. Бірақ артына бұрылғанда Элиф пен қызын көрді. Ол оған қаруды бағыттады. Элиф серіктесін сенімсіз болды деп айыптайды. Енді оған сене алмайды. Алайда осы сәтте оларды полиция жасағы қоршап алды. Үштік атқылау кезінде қаша жүгірді. Вилли Терманның қызғылт пілмен үйге қарай ұмтылды. Жүгіріп келген ол полицейдің тоқтау туралы бұйрықтарын елемейді. Полисмендер Сантаны көрші балалардың көз алдында атып тастайды.
Қызыл костюм киген адам соңғы күшімен табалдырыққа жорғалап келеді. Бірақ досына сыйлық бермей қатып қалды. Анықталғандай Вилли аман қалып, Терманға ауруханадан хат жолдады. Ол балаға полицияға хат бергені үшін алғысын білдірді. Әйтпесе Эльф оның басына оқ жаудырушы еді. Виллидің өзін болса, шын жүректен мойындағаны үшін қамамайды. Бірақ менің ойымша полисмендер қарумен Сантаны арқасынан атып тастағаны үшін деп ойлаймын. Оның денесінен 8 оқ алынды. Қызғылт білден басқа ол Терманға футболка сыйлап, енді қорлыққа төзбеуді талап етті. Расына келсек, жігіт 1-2 приемдарды тамаша игеріп апты. Осымен фильм аяқталды достар. Сіздермен болған киношолу арнасы келесіде кездескенше.